Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында гречка мен картошкадан өте дәмді болып шығатын котлет дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен су қажет. Суға гречкамызды салып, жақсылап қайнатып аламыз, және осындай бетіне көбіктері шығады. Көбіктерін қасықпен алып тастаймыз. Кейін оны піскеннен кейін жақсылап езгішпен езіп аласыздар, және картопты тура солай қайнатып, оны да езіп шығасыздар. Екеуін жақсылап езгеннен кейін бір-біріне қосып, оған дәміне қарай тұз, қара бұрыш, жұмыртқа және басқа да өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Сөйтіп барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тақтайымызға аздаған ұн себелеп аламыз. Кейін қолдарыңызды суға малып, жақсылап формасына келтіріп, домалақ етіп қоясыздар. Қолдарыңызды аздап суға малып отырсаңыздар, котлеттеріңіз қолдарыңызға жабыспай жақсы формаланатын болады. Кейін қызып тұрған майымызға котлеттерімізді екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Көп ұстаудың қажеті жоқ. Себебі бұл жерде біздің начинкаларымыздағы картошка да, гречка да пісіп шыққандықтан. Және котлеттерімізді орташа отта қызып тұрған майға пісіреміз қыздар. Қатты қызып тұрған майға пісірсеңіздер, екі беті дұрыс қызарма, майларыңыз шашырап кетуі мүмкін. Сол себепті жай орташа отқа қойыңыздар. Біздің котлеттеріміз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.